Сәлем. Ақкөңіл Фердинандтың жолы бола қоймады. Ол бұқа сайысына арналған фермада дүниеге келген. Бірақ оның арманы әкесі қаза тапқан аренада матадормен бетпе-бет келу емес, гүлге толы жайлауда жүру еді. Алайда тағдырдың жазғаны басқа. Бас кейіпкер өзінің ішкі принциптеріне қарсы шықпай, достарын ажал аузынан құтқара алар ма екен? Синьор Мареноның Испаниядағы шағын фермасында бұзаулар аулада асыр салып, мүйіздермен сүзісіп, күш сынасып жатыр. Тек жуас Фердинанд қана олардан оқшау жүреді. Оған әдемі өсімдіктерді күтіп баптап, гүл тозаңының жұпар иісін иіскеген көбірек ұнайды. Кенет бұзаулар ойындарын тоқтата қояды. Өйткені фермаға матадор мінген жүк көлігі жақындап келе жатыр. Ол аренаға алып кететін бұқаны таңдауға келді. Мұндағы барлық мүйізділердің арманы таңдаулы атанып, аренаға аттану. Өр көкірек Валенти де осыны аңсайды. Ол өзін матадордың тас талқанын шығаратын айбынды бұқа ретінде елестетеді. Өмірінің соңына дейін чемпион болып, патша сияқты өмір сүруді көздейді. Даңқұмарлардың қатарында қорқақ Гуапо да бар. Ол матадор деген сөзді естісе болды, зәресі ұшады. Сондай-ақ бала кезінен тым арық болғандықтан, шайқасқа қатысуға жарамайтын бейбақ Хряшта чемпион болуды армандайды. Тек Фердинанд қана ешкіммен сүзгісі де, төбелескісі де келмей, ал соғысқұмар Валенти болса, оны үнемі мазақтап, тиісе береді. Үлкен бұқалар матадорға өз күштерін көрсету үшін ортаға шығады. Валенти мен Фердинандтың әкелері де аренада аяусыз айқасатын бітіспес жаулар. Күтпеген жерден Фердинандтың әкесі жеңіске жетіп, оның есеңгіреп қалған қарсыласы жеңілісін мойындауға мәжбүр болады. Бірақ кішкентай Фердинанд бұл оқиғаға қуанған жоқ. Ол әкесінің аренаға барып айқасқанын қаламайды. Өйткені чемпион болу деген арманды мүлдем түсінбейді. Атанасы оған, есейгенде бәрі өзгереді деп басу айтады. Бірақ ақкөңіл Фердинанд ешқашан төбелескісі келмейді. А нельзя стать чемпионом без драки? Әкесі бұл әлемнің заңы басқаша екенін түсіндіріп, аренадан жеңіспен оралуға уәде береді де, матадордың жүк көлігіне мініп кете барады. Сол күні Фердинанд әкесін соңғы рет көрген еді. Түнде жүк көлігі фермаға бос оралды. Қайғыдан қан жұтқан кейіпкерімізді Валенти мен оның әкесі тағы да келемеждей бастайды. Шыдамы таусылған бұзау фермерден қаша жөнеледі. Оны есік алдында ұстап алмақ болған фермерден сытылып шығып, бар пәрменімен жүгіреді. Қуғыншылардан құтылу үшін ол темір жол станциясына барып, дәл сол сәтте қозғалып бара жатқан жүк пойызына секіріп мінеді. Пойыз оны қорқынышты жерден алысқа алып кетеді. Жақын маңдағы аялдамалардың бірінде ол жасырынған жерінен шығып, көзі жеткен жерге дейін жүгіре береді. Кенет иттің үрген дауысы оны шошытып жібереді. Қорыққаннан жардың жиегінен құлап түседі. Сол жерде ол бейтаныс ер адам мен итті көреді. Келесі күні шуақты таңда Фердинанд бейтаныс ғимараттың ішінде оянады. Есіктен шашына түймедақ гүлін таққан нәзік қыз көрінеді. Ол кішкентай бұзауға қамқор болатынына уәде береді. Нина есімді бұл қыз Фердинандты сыртқа шығарып, енді бұл оның үйі екенін айтады. Ол кейіпкерімізді гүлдер жайнап тұрған шексіз кең далаға жібереді. Осылайша Фердинанд өзі армандаған жерден бір-ақ шықты. Мұнда ешкіммен сүзісіп, айқасудың қажеті жоқ. Тек әлемнің әдемілігі мен табиғаттың сұлулығына тамсанып жүре беруге болады. Махаббат пен қамқорлыққа бөленген Фердинанд жаңа отбасында ержетіп, үлкен әрі мықты бұқаға айналады. Ол әлі де өте мейірімді және өз иесін шын жүректен жақсы көреді. Фермадағы барлық жануарлар мен соның ішінде өзі братан деп атайтын Паку есімді итпен де тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Кезекті бір шуақты таңда кейіпкеріміз көңіл күйі түсіп жүрген Пакуды көңілдендірмек болады. Бірақ ит неге екені белгісіз, түнерген бұлттай болып тұр. Ты когда-нибудь видел меня радостным? Слушай, у меня плохие новости. Алайда уайымсыз Фердинанд досына жылдың ең басты оқиғасы, гүлдер фестивалі өтетін күні жаман хабар айтуға тыйым салады. Иттің мазасыздығына мән бермеген бұқа, фестивальге аттанбас бұрын гүлдерді шабыттана суаруға кіріседі. Қалаға Нина мен оның әкесі де баруға жиналып жатыр. Бірақ кенет әкесі қызына досының бұдан былай қалаға бара алмайтынын айтады. Өйткені ол дәу бұқаға айналған, сырттай қарағанда ішкі жан дүниесі сияқты мейірімді көрінбейді. Нинаның көңілін аулау үшін әкесі Пакуды жүк көлігіне отырғызып, олар фестивальге аттанып кетеді. Жалғыз қалған Фердинанд сағыныштан азап шегіп, қаладағы гүлдердің ортасында болғысы келеді. Ол фестивальге бару үшін жоғарыдан бір белгі іздейді. Если этот апельсин не упадет, пока я буду считать до 3, я иду. Раз. Сәтсіз әрекеттеріне қарамастан кейіпкеріміз төзім танытпай, қалаға қарай зулайды. Тұрғындар мен гүлдерге толған қала алаңында Фердинанд Нина мен оның әкесін тауып алады. Бірақ сүйікті иесіне жетпек болғанда жайылған кірлерге оратылып, абайсызда гүлде тұрған араға құлайды. Ара шағып алған сәттегі оның түрі Нина мен қала тұрғындарын зәре құтын қашырады.
Олардың көз алдында қорқып тұрған зиянсыз жануар емес, нағыз ашулы құбыжық тұрғандай болады. Жан ауырғаннан есі кеткен Фердинанд алдындағының бәрін қиратып қаша жөнеледі. Осы кезде кінәсіз қала тұрғындарын қауіптен қорғау үшін полиция жетеді. Бұл жолы Фердинандқа қуғыннан қашып құтылу мүмкін болмады. Оны арқанмен байлап, Нинаның көз алдында жүк көлігіне тиеп әкетеді. Қыз досын үйге қайтаруды қанша жалынса да оған рұқсат бермейді. Ұзақ жолдан кейін Фердинанд өз торының терезесінен фермадағы таныс бұқалардың бейнесін көреді. Ол өзінің қайтадан сеньор Мореноға әкелінгенін қорқынышпен түсінеді. Кейіпкеріміз жүк көлігінен шығуға тырысып, ашу шақырып жатқанда, оның қасына тыныштандырушы ешкі Лупаны тастайды. Фердинанд онымен бірге тіркемеден ұшып түсіп, түрімен ешкіні шошытып алады. Бірақ Лупа үшін күтпеген жерден бұл дәу бұқа одан көмек сұрайды. Бұл Лупаны қатты қуантады. Фердинандтың өтінішін соңына дейін тыңдамай-ақ, жауынгер бұқалардың жаттықтырушысы болуды армандайтын ешкі бұл іске бірден білек түре кіріседі. Ол бұқаны ішкі аулаға алып келеді. Онда Фердинандты бұрыннан танитын, бірақ оның қазіргі дәудей тұлғасына таңғалған ескі достары қарсы алады. Олардың арасында азулы Валенте де бар. Лупа Фердинандты қоршауға кіргізіп, өзі де сонда бірге орналасады. Түнде Лупа қатты ұйқыға кеткенде кейіпкеріміз фермадан қашып кетпек болады. Алайда оны қоршап тұрған дуалға тоқ қосылғаны белгілі болады. Келесі күні таңертең ферма аты аңызға айналған Матадор Эль Примероның келуі туралы хабардан оянады. Өзінің соңғы шайқасы үшін ең мықты бұқаны іздеп жүрген бұл паң адам сәнді қызыл кабриолетпен келіп, сеньор Моренадан ең жақсы бұқасын көрсетуді талап етеді. Фермер дереу жануарларды аренаға шығаруға бұйрық береді. Лупа болса өз шәкіртінің Эль Примероның таңдауына ілігетініне сенімді және оның жеңісін асыға күтеді. Сеньор Морена да осыдан дәмелі. Алайда аренаға шыққанда алып денелі Фердинанд Матадордың алдында қорқып шегіне береді. Оның орнына Гуапо мақтанып алға шығады. Бірақ Эль Примероның қатал көзқарасынан кейін, ол балалық қорқынышын жеңе алмай талып қалады. Іріктеу сәтсіз аяқталады. Бірақ сеньор Морена Матадордан тағы бір мүмкіндік беруін өтініп сұрап алады. Қайтар жолда ашулы бұқалар Фердинандты бәрімізді масқара қылдың деп айыптайды. Кейіпкеріміз оларды төбелескісі келмейтініне сендіруге тырысады. Бірақ аренаға шығуды армандайтын серіктестері оны мүлдем түсінбейді. Тек байғұс Гуапо ғана бұл айтысқа қатыспайды. Ол сыртта жүк көлігінің ішінде отырады. Достары оны Эль Примеро таңдап алды деп ойлап, қуана айғайлайды. Бірақ жүк көлігі оны даңққа емес, тікелей ет комбинатына алып кетеді. Валенте фермада енді жаңа ереже орнағанын айтады. Сен не жауынгерсің, не суық тамақсың. Өзі еріксіз тап болған бұл қатыгез әлемде Фердинанд Нинамен бірге өткізген уайымсыз бақытты шақтарын сағынып мұңаяды. Түн ішінде ол біреудің өксіп жылағанын естиді. Бұл ұйқысыз жатқан Хряш екен. Оны Гуапоның тағдыры және өз қорқыныштары мазалап жатыр. Хряш кейіпкерімізге, егер Гуапо сияқты аяқтағың келмесе, соғысуың керек деп кеңес береді. Келесі күні таңертең бұқалар Матадордың бақылауымен жаттығуын жалғастырады. Фердинанд болса тағы да оқшауланып, жақын арада өзі де баруы мүмкін ет комбинатына мұңайып қарап тұрады. Осы кезде оның қасына өзін жаттықтырушы деп жариялаған Лупа келеді. Ол Эль Примероны таңғалдыру үшін Фердинандты жаттығуға үгіттейді. Бірақ кейіпкеріміз жаттығудың орнына бұқаның тұяғына тапталып қала жаздаған қоянды құтқаруға ұмтылады. Оны итеріп үлгергенімен қоян зәресі ұшып, естен танып қалады. Фердинанд Валентенің мазағына қарамастан, оған жүрек массажын жасап, жасанды тыныс алдырып, есін жиғызады. Кейіпкеріміз Агустан кешірім сұрайды. Ал Агус болса, өзінің де Гуапоның артынан кететініне уайымдап, құпиясын ашады. Оның кекілі көзін жауып тұрғандықтан, ол дұрыс көрмейді екен. Кез келген тірі жанға көмектескісі келетін Фердинанд оған бұл жағдайдан шығудың жолын тауып береді. Мұны көрген Лупа ашуланып, бәсекелестеріне көмектеспеуін сұрайды. Бұған жауап ретінде Фердинанд оған бірге қашуды ұсынады. Сол сәтте Лупа өзінің неге жаттықтырушы болғысы келетінінің шынайы себебін айтып қояды. Оның ойынша, ешкілерді бәрі жек көреді екен. Фердинанд оған Нина тұратын үйін көрсететініне, және ол жерде оны бәрі жақсы көретініне уәде береді. Ешкі оған сеніп, ұсынысын қабылдайды. Түнде серіктестер жергілікті кірпілер командасын көмекке шақырып, жабық аумақтан шығар жолды көрсетуді сұрайды. Олар бірден іске кіріседі. Бірақ Фердинанд пен Лупаның сорына қарай, бостандыққа шығатын жалғыз жол үйдің іші арқылы өтетіні белгілі болады. Команда адамдарға байқалмай үй ішінен еппен өтіп кетеді. Бостандыққа шығу үшін тек қонақ бөлмені басып өту ғана қалады. Алайда Фердинанд сол жерде кідіріп қалады. Ол қабырғадан аренада қаза тапқан әкесінің суретін және қатар-қатар ілінген сансыз мүйіздерді көреді.
Фердинанд сұмдық шындықты түсінеді. Аренаға аттанған бірде-бір бұқа ол жақтан тірі оралмайды. Быки не побеждают. Дәл осы сәтте ол өзінің де, достарының да өмірі қыл үстінде екенін ұғынып, бәрін құтқаруды ұйғарады. Қораға қайта оралған Фердинанд достарына Мариноның үйінде көргенін айтып береді. Сөзін растау үшін кірпілер олар сияқты қиялшыл болған бұқаның мүйізін әкеледі. Кейіпкеріміз бәрін қашуға көндіреді. Тек Валенте ғана көнбейді. Ол ашуға мініп Фердинандқа тап береді. Қашпай, қорқақтарша соғысуға шақырады. Фердинандқа қорғануға тура келеді, және оның орасан зор күшінен қарсыласының мүйізі сынып кетеді. Бұл көрініс Матадордың көз алдында болады. Ол өзінің соңғы шайқасы үшін Фердинандты таңдайды, ал жеңіліс тапқан Валентені жүк көлігімен ет комбинатына алып кетеді. Фердинанд достарымен бірге қашуға дайындалады. Бірақ ол Гуапа мен Валентені тастап кетуге келіспейді. Олар ет комбинатына барып, оларды ажал апанынан құтқаруды шешеді. Үштік ауыр престер мен өткір пышақтардың арасынан аман-есен өтіп, осыдан кейін бүкіл топ тезірек іс суыту үшін Матадордың жүк көлігіне тиеледі. Достар Валенте мен Эль Примероның дәл мұрнының астынан қашып құтылады. Жолшыбай қорқақ қоянды да ала кетеді. Фермер мен оның көмекшілері қашқындарды қуа жөнеледі. Бірақ автострадада оларды қолға түсіру мүмкін болмайды. Қуғын қала көшелерінде жалғасып, оларды темір жол вокзалына алып келеді. Бұған дейін бір рет осылай қашып кеткен Фердинанд достарын жүк пойызына асықтырады. Пойыз орнынан қозғалады. Достар оған секіріп мініп үлгереді. Бірақ Фердинандтың өзі жылдамдығын арттырған платформаға шығуға шамасы жетпейді. Ол қуғыншылардың қолына түседі. Лупа да сонда қалады. Бұқалардың көше бойымен қашқаны туралы репортаж Мадридтің жаңалықтарынан көрсетіледі. Бұл шығарылымды Пако мен оның иесі көреді. Ол жоғалған досын құтқаруға бару үшін дереу Нинаны шақырады. Көп ұзамай Фердинандты қалауына қарсы Эль Примерамен бірге аренаға шығуға дайындайды. Лупа бұқаның көңіл күйін көтеруге тырысады. Осыдан кейін оның артындағы есіктер жабылып, аренаға шығатын жалғыз жол қалады. Дүркіреген шапалақ үнімен Матадор жұртшылық алдына шығады. Ал оның артынан аренаға Фердинандты айдап әкеледі. Үлкен бұқа қорқа жан-жағына қарап, құлағын салбыратып, Эль Примероға шабуыл жасаудың орнына шегінеді. Бірақ Матадордың көмекшілері оны ептілікпен қуып, ашуландырады. Алайда оның үмітсіздікпен жасаған лақтырысы Мулетаның Фердинандтың мүйізіне ілініп қалуына әкеледі. Көрермендердің алдында өгіз бен Матадордың рөлдері ауысқан шоу өрбиді. Содан кейін кейіпкер қарсыласын аренадан лақтырып тастайды. Ашуланған Матадор шайқасты жалғастыру үшін оралып, құрбанына тап береді. Бірақ біреу лақтырған гүлді көрген Фердинанд соғысудан бас тартады. Ол Эль Примероның оған бағытталған шпагасымен аренаның ортасында қатып қалады. Эль Примеро шешуші соққы жасауға дайындалады, бірақ кенеттен көрермендер араласады. Тобыр Матадорды ысқырып, Фердинандты тірі қалдыруды талап етеді. Эль Примероға шегінуге тура келеді. Кейіпкер қуанышты айғаймен арена арқылы Нинаға қарай ұмтылады. Оның артынан достары да пайда болады. Көп ұзамай бәрі Нина мен әкесінің фермасына көшіп барады. Оларды Пака иті серіктерімен бірге қарсы алады. Ал Лупа ешкі алғаш рет сүйікті адамның құшағына енеді. Бұл видеоға лайк басып, келесі тамаша кино шолуды өткізіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпа.